Саламатсыздар ма, құрметті менің каналымның тұрақты оқырмандары және қонақтары. Орыс тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 8-ші сабақ зат есімнің жекеше және көпше түріне тоқталамыз. Бүгінгі сабақ сіздерге соншалықты қиындық келтірмеді деп ойлаймын. Сонымен кеттік. Қазақ тіліндегі сияқты орыс тілінде де зат есімдер жекеше және көпше түрге бөлінеді. Жекеше түрі единственное число. Аты айтып тұрғандай бір ғана затты білдіреді. Мысалы үшін яблоко бір алма, дом үй, бір телефон, машина, тағы да басқа. Тек қана жекеше түрде ғана қолданылатын зат есімдер бар. Солардың кейбірі мыналар. Есімізге сақтап аламыз. Молодость, жастық шақ, тек қана жекеше түрде қолданылады. Орыс тілінде. Детство, балалық шақ. Молоко, сүт, железо, темір, темнота, қараңғылық. Серебро, мына жерде қате жазылып кеткен, себеро деп жазылып тұр, ол серебро, күміс, тек жекеше түрде. Вода, жекеше түрде. Су, масло, май, сахар, қант, мед, бал, листва, жапырақ. Жалпы жапырақтарды жалпылай атап тұр. Яғни бұл жалпы есім. Белье, белье деп әдетте біз киім-кешек, көйлек, көншекті айтамыз. Дружба, уважение, смелость. Және тағы басқа сөздер. Дружба, достық, уважение, сыйластық, смелость, батылдық. Так, ары қарай кеттік. Енді множественное число. Множественное число, көпше түр. Өзіңіз білетіндей, жаңағы бірден көп затты, екі немесе одан да көп заттарды білдіретін зат есімдер. Мысал үшін, орыс тілінде зат есімнің көпше түрі көбінесе именительный падежде тұрған зат есімге немесе и көптік жалғану арқылы жасалады. Мысал үшін, ручка, бір ғана ручка, ручки, көп қаламдар. Гора, бір ғана тау, горы, таулар. Инструмент, бір ғана құрал, инструменты, құралдар. Салфетка, бір ғана майлық, салфетки, бірнеше яғни. Кей жағдайда зат есімнің көпше түрі жаңағы екпіннің бір буыны екінші буынға ауысуы арқылы жасалады екен. Мысалы үшін дерево, бір ғана дерево, бір ғана ағаш. Ал ағаштар десек деревья болады. Лес, орман, леса, ормандар. Лист, бір жапырақ, листья, жапырақтар. Так, ары қарай кеттік. Көпше түр тағы қалай, не арқылы жасалады? Көпше түр түбір сөздің өзгеру арқылы да жасалады екен. Мысалы үшін, сын десек, бір ғана ұл. Сыновья, ұлдар, ұл балалар, біреудің ұл баласы. Медвежонок, бір ғана қонжық. Қонжықтар десек, медвежата дейміз. Котенок, мысықтың бір баласы. Котята, көп баласы, котята. Ягненок, қозы. Ягнята, қозылар. Цыпленок, балапан. Цыплята, балапандар. Утенок, үйректің бір балапаны. Утята, үйректің көп балапаны. Өздеріңіз мына жерден аңғарып отырғандай, жануарлардың жаңағы күшіктері, балалары туралы әңгіме болғанда, көпше түр көбінесе ята деген жалғау арқылы жасалып тұр. Қараңыз, котята, ягнята, цыплята, утята. Еске сақтайтын бір жағдай екен. Ары қарай кеттік. Немесе түбір сөз толық өзгеру арқылы көпше түр жасалуы мүмкін. Мысалы үшін, ребенок, бір ғана бала. Балаларды ребенки демейміз. Балалар дети. Немесе адам, бір ғана адам, человек. Көп адамдарды біз человеки демейміз. Люди дейміз. Люди. Осыдан өткен сабақтарда айтқанымдай, тек қана көпше түрде қолданылатын сөздер бар. Олар қандай сөздер? Олардың біразы мыналар. Очки, көзілдірік, біз көзілдірік дейміз, көрдіңіз бе? Қазақ тілінде олар очки дейді. Брюки, сым немесе шалбар дейміз.
қазақ тілінде жекеше түрде айтылып тұр, бірақ орыс тілінде бұл үнемі тек қана көпше түрде айтылады. Брюки. Макароны. Духи. Будни. Жұмыс күндері деген сөз, будни. Санки. Шана. Санки. Финансы. Қаржы. Шорты. Шолақ шалбар, Носки. Шұлық. Семечки. Шемішке. Біз шемішке дейміз, как будто бір ғана шемішке сияқты, бірақ та біз оны жалпылай айтып тұрмыз. Шемішке деген сөз бізде қазақ тілінде жалпы есім. Ал орыс тілінде семечки. Мысалы үшін шемішке алыңыздар дегенде орысша қалай айтамыз? Купите семечки болады. Егер купите семечку десек, мен сондай бізде балалардың сөйтіп айтқан естімей, ол бір түйір ғана дән сатып алыңыз деген сөз, семечку деген. Семечки деген сөз үнемі тек қана көпше түрде қолданылады. Ножницы. Қайшы, қайшылар демейміз, қазақ тіліне қайшылар деп аудармаймыз, өйткені қазақ тілінде қайшы тек қайшы. Ал орыс тілінде ножницы болады. Және туфли, туфли. Аяқ киім және тағы басқа. Бұл осылардың біраз ғана дедік. Сонымен зат есімнің жекеше және көпше түріне арналған бүгінгі сабақ осымен тәмам. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Сабақ ұнап жатса лайк басамыз, каналға жазылуды ұмытпаймыз.